Ассалауму алейкум достар, сендермен мен Чеко Кейзер. Достар, жақында ғана өзімнің атымды өзгерттім, Чеко Кейзер деп. Мұқа Кейзер деген енді өзіме жағымсыз көрініп, әйтеу білмеймін. Достар, олай болатын болса біз бастаймыз. Онда арнаға келіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бастаймыз. Достар, мен мұны үйді сататын болдым. Нубекіміз қайда деп отырсыздар ма? Нубекіміз қатты ренжіс қалдық. Ол екеуміз сөзге келіп қалдық. Содан кейін ол қалаға ағасының үйіне кетті. Келмеймін деп айтып кетті. Біз де оған бара алмаймыз. Баратын болсам мен өлем. Достар, ол қалада менің орынбасарым тұрады. Сол мені өлтіріп тастайды, сондықтан біз осы жақта қаламыз. Ұйықтап алайық. Достар, ұйықтап тұрайық. Кеттім мен. Ойбай, пауық жүр. Жүйден кетейін. Нәрседерімді алдым ба? Алмаздарым қайда менің? Ана. Ауылда. Мен достар ауылдан бір үй сатып алдым. Ауылға ақшаларымды қойып кеттім. Ана жақта екен. Үлкен ауыл екен енді. Бізді кіргізбейді, Құжат жасатқан болатым, сол ауылдық қылып. Сол құжатым жоғалып кетті, енді мені кіргізбейді. Сондықтан тығылып кіруіміз керек. Күзетшілер мықты екен, өлтіріп тастаудары әбден мүмкін мені. Бөлек адам деп. Тағылып ешкімге көрінбей кіруіміз қажет. Біреу кісіні кіргізбеген құсып, бізді де кіргізбей қоюы әбден мүмкін. Крипер, бергел. Деп ұтыстағысың ғой. Жерден қазып керек. Осы жерді қазып керек. Менде қазып қойғам. Ойбай. Айтқанымда ешкімге көрінбеу қажет. Достар, біразға дейін видео шықпай кетті. Сол үшін кешірім сұраймыз. Бірақ оның да өзінің себептері бар. Үйді сатып алғам. Ойбай. Бір күн жоғым. Достар, қайдан кеп алады осы? Ойбай, блин. Қаш. Азған дегене жаным қалды ғой. Тамағым бар ма? Картоптан тоймайсың. Енді осы жақтан жұмысқа тұру қажет. Кешірімдер тарсылдап жатқан үшін. Қайтеміз, блин. Осындайдар жек. Монстрлерді. Кәне келе ғой. Өлтіріп тастады. Үйдің есігін жауып жүру қажет. Менде достар ақшамның бәрі. Енді осы үйге жиһаз алу қажет. Әдемілеп тұрып. Нубекіміз сол төбелескеннен бері өзім жалғыз қалдым.
Өзім жалғыз қалғаным өте нашар болды. Иә, негізі. Нупты сағынып та қалдым. Нуп екеуміз бір күн жүргенде мен оны қатты сағынып қалдым. Иә, деген ой. Жә, көңіл түсірмейік, Нуп қайта келу керек. Кешірім сұраймыз. Ой, бірінші жиһаздар алуымыз қажет. Достар, өтініш, арнаға тіркеліп кетіңдер. Кейіп тіркелмей көре береді екенсің. Менің видеоларымды үзбей көргілерің келетін болса, арнаға тіркеліп кетіңдер. Лайк басып кетіңдер. Оу, сәлеметсіз ба? Сәлеметсің ба? Не керек, не себеп? Ой, жиһаз алайын деп ем. Алсаң болды ғой. Ақшасын кеше беріп кетіп ем ғой. Берген сен бе едің? Иә, мен ғой, мен бердім ақшасын. Балам, ала ғой. Кеше ақшасын беріп кеткен мына кісіге. Кітап дейді. Кітап не қыласың? Сандық алайық. Сандық керек болады. Екі сандық алайық. Жәнеден бір төсек алайықшы. Ой-бой. Ой, екі қос төсек екен ғой, қойық. Екі қос төсек, екі адам жататын төсек. Бір ғана төсек алсақ болды. Бөлек қоятын. Жәнеден пеш алайық. Пеш сындыру қиын. Қолға бірдеме ұстауымыз болмайды. Ой, сындыр. Ой, сындыр. Қолым ауырып кетті ғой, сындыр. Блин. Киркасы түспейді екен қолға. Біреуін сындырдым. Қазір ақшасын тағы төлейм. Төліп қойғам, негізі артық төлеген, сондықтан екеу алуыма болады. Құжат жасату қажет екен ғой. Құжат жоғалтып алып ем, осы ауылдікі деген. Әкім ана жерде тұрады екен. Ой, достар, әкім деген күшті ғой, әкім болсаң. Енді жиһаздарын қойып бердейін. Алған төсектің мына жерге қояйын. Енді мына жерге не қоямыз? Сандық алдық қой, сандықты мына жерге қоятын болсақ. Әдемілеп қояйық. Қайтып не керек бізге? Мынаны мына жерге қояйық. Мына жер үйді әдемілеп жөндеуіміз қажет. Басқа зат алғам жоқ. Пешті алатын кирка жасау қажет болды. Кирка жасау емес, кирка сатып алу қажет болды. Нерді кирка сататын жер бар ма екен? Жаңбыр құйып тұр. Үсті басым су болмаса болды. Огородты қараңдар. Үсті басым су болатын болды ғой. Банкта нем бар? Түрме дейді. Қой. Кирка сатып әкеліп. Кирка сатып алуға.
Достар, жаңа ғана кир калдырдым. Енді барып пешті алып келейін. Үй суық кетпесе болды. Үй суық қанбесін жаңбырда. Жаңбыр құйып тұр ғой. Жүгіру қажет. Жүгір. Что басым суық болатын болды ғой өзі. Жүгір. Хо, пеш алып кетейін. Кешіріңдер. Ой, жакеттім мен. Басқа не алушы? Төсек алдым, я. О, музыка алайық. Музыка шығаратын. Кеттім, жөнеден шығайық. Кеттік. Үйге қартай дереу жетіп алу қажет болды. Суық бітті. Тоңып қалдым. Нерең суық. Жаңбыр не үшін жауды екен? Ят мен келген кезде. Қой. Мынаған біраз атса қояқ. Біз мынаны не үшін алғанбыз? Жұмыс істеуім қажет. Күн көруін осы жақта жүріп. Достар, осымен біздің видео тәмам. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңдер. Мен алдыңғы екі баланың атын жазып қойғам. Сол жерді көрсетуді ұмытып кетіппін. Келесі бөлімде сол маған хат жазған екі баланың атын сіздерге көрсетем. Және сіздер де маған комментария қалдырсаңыздар, мен сіздерге де аттарыңызды сол жерге жазып қоятын боламын. Достар, ендеше лайк басып, арнаға тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіздер. Қош, сау, амандық. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ал біз қош, сау болыңыздар деп айтқым келіп тұр.